Сәлем достар, бүгін біз бір жасағаннан шығатын жұмсақ булочка дайындайтын боламыз. Бізге керекті ингредиенттер шекер, жұмыртқа екеуін жақсылап араластырып алып, оның үстіне ерітілген майды, сүтімізді, дрожж бен тұзымызды қосып араластырып, оның үстіне ұнымызды жаймендеп салатын боламыз. Ұн негізі 600-700 грамм қажет. Сіздің ұныңыздың тығыздығына байланысты. Бізде осындай жұмсақ нәп-нәзік қамыры шығады. Жұмсақ қамырымызды бетін жауып көтерілуге жібереміз. Қамырымыз көтерілгенше начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге начинкасына үгітілген жаңғаққа шекерімізді, жұмыртқаның ағын салып араластырып аламыз. Ал жұмыртқаның сарысы булочканың бетіне жағатын боламыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қолмен жайсаңыздар болады, немесе оқтаумен де жайсаңыздар болады. Ішіне начинкасын салып, осындай формаға келтіретін боламыз. Келтірілген форманы осындай жіңішке бөліктерге бөлеміз де булочкамыздың формасын шығаратын боламыз. Булочкамызды жасап алғаннан кейін бетіне сарысын жағып, тындырып қоямыз қамырымызды. Оған дейін пешімізді 200 градусқа 40 минутқа қойып қыздыра береміз. Бізде осындай әп-әдемі қып-қызыл булочка дайын болады. Ас болсын.